Қазіргі кездегі тренд хит болып жатқан біздің дубайский шоколад, дубайский чизкейктеріміз. Бұл менде дубайский чизкейк. Бір жасағаннан шыққан чизкейктерім. Мен сатылымға дәл осылай шығардым. Жасау үшін ең алдымен бізге осындай шоколадты печенье болады. Кез келген шоколадты түрі жарай береді. Немесе молочный печеньеге какао қосып жасасаңыздар да болады. Керек печеньені мөлшермен алып, блендерге салып еземіз. Блендер болмаса, оқтаумен езуге болады. Ең бастысы майда және біркелкі болып шықса болғаны. Болған кететін заттардың барлығын мөлшерін мен видеоның астында қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Бұл арнайы мастер-класстан алынған рецепт. Ешқандай да ютубтан немесе басқадан көрілген видео емес. Өзім арнайылап мастер-классты сатып алып, өзім үшін жасадым. Және жақсы рецепт болып шыққаннан кейін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осылай блендермен езіп алғаннан кейін біркелкі печеньенің формасы шығады. Оған біз ерітілген сары майды қосатын боламыз. Сары майыңызды ерітіп, үстінен құямыз. Содан соң жақсылап араластыратын боламыз. Сары май мен печенье әбден еріп, бір-біріне жабысып, өзінің формасын ұстайтындай болу керек. Қасықпен немесе қолыңызбен араластырсаңыздар болады. Қолмен араластырып, бір-біріне қысып көрсеңіз, формасын ұстаса, онда біздің печеньеміз дайын деген сөз. Одан кейін оны біз диаметрі 20 диаметр болатын формаға салатын боламыз. Осындай кольцоны 20 диаметрге келтіріп, астына пергаментін төсеп, және бірден печканың табасына саламыз. Сол кезде қадырған кезде, пісірген кезде ыңғайлы болу үшін толықтай араластырып шығып, енді 20 диаметрлік біздің формамызға печеньені орналастырып шығамыз. Дәл осылай жасап алдым. Печеньелердің бірінші астыңғы бөлігін, содан соң жанын, яғни бортиктары деп атаймыз, соларын шығарамыз. Неғұрлым биіктеу болса, сіздің чизкейктеріңізде өте әдемі көрінетін болады. Биік, және ортасында чизкейк, үстінде катаэфи, одан кейін таза молочный бельгийский шоколад, барлығының үйлесімі енді өте керемет болып шығады. Бір рет жасап, жеп көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Осылай жан-жағындағы бортиктарын жасап шығамыз. Бұл маймен араласқаннан кейін өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Керек формаңызға келтіргеннен кейін бұны морозильникке жібереміз. 20-25 минут, кемі жарты сағаттай морозильникте тұрып, майыңыз әбден қатуы тиіс, формасын ұстап қатуы керек. Сол кезде қазір ортасына начинка құйған кезде бізде араласып кетпей, чизкейгімен жақсы болып шығатын болады. Келтіріп алғаннан кейін барлығын мен морозильникке 25 минутқа жібердім. Жібергеннен кейін біз ортасына салатын салмаларын дайындайтын боламыз. Бұлардың да барлығын мөлшерімен барлығын видеоның астында жазып қалдыратын болам. Бізге ең алдымен осындай творожный сыр қажет болады. Бұл менде креметті сыры. Үстіне 2 жұмыртқа және қантты қосамыз. Жақсылап біркелкі форма болғанша араластырамыз. Блендермен немесе миксермен араластыруға болады. Мен блендермен езіп шықтым. Өте әдемі болып шығады. Содан соң жақсылап араластырғаннан кейін үстінен салқын сливкиді құямыз. Бірден құйып жіберсеңіздер де болады. Өзіңіздің жасауыңызға қарай, бірақ мен соңғы жағында құйып, бір рет қана блендерлеп жібердім. Сонымен менің ортасына салатын начинкам дайын болды. Дайын болған начинкамызды енді жаңа морозильникте тұрған форманы алып келіп, соның ішіне құятын боламыз. Оның алдында пешіңізді қыздырып қоя берсеңіздер болады. Өзіңіздің пешіңіздің градусына қарай қыздырасыздар, және 1-1,5 сағаттай пісіп шығады өзі. Қатты градусқа қоюға болмайды, өйткені ортасындағы начинкасы жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан біркелкі градуста пісіргендеріңіз жөн. Кемінде 1-1,5 сағат 15 минутта пісетін болады. Дайын болды. Дәл осындай қоюлау болғаннан кейін барып біздің формамызға құямыз. Сонымен біздің чизкейгіміздің жасалу жолы осымен болды. Дәл осылай жасап, енді пісіріп алатын боламыз печкада. Піскеннен соң бұны біз бөлме температурасында суытамыз. Бөлме температурасында өзі суып, начинкасы сәл түседі. Содан соң барып холодильникте сақтаймыз. 1 күн тұру керек. Холодильникте тұрады. Одан кейін біз үстіне катаэфи және шоколад құятын боламыз. Катаэфи тестісімен кондитерлік дүкеннен сатып алып, дәл осылай қызартып, сары маймен қуырдым. Майдалап турап сары маймен қуырсаңыздар, дәл осындай болады. Неғұрлым қызыл болғаны жөн. Қызыл болса, пастамен жақсы араластырып, қытырлап тұрады.
фисташковый паста және тахини пастасын қостым. Тахини деген бізде күнжітті паста. Дәл дубайский шоколадтың оригиналын жеген адам болса, бұның дәмін біледі. Дәл осылай пасталарды араластырып, мінекей біркелкі формаға келтіреміз. Кадаифи тестіміз дайын, шоколадымыз дайын. Менде бір күн тұрған чизкейктің түрі осылай, міне сәл ішіне қарай түсіңкіреген. Енді біз кадаифи тестімізді барлығын жететіндей етіп жайып шығамыз да, оның үстіне молочный шоколадты ертеміз. Молочный шоколадқа кішкене ғана сливки қосып, водяной баняда ертіп алдым. Содан соң сәл суығаннан кейін барып, үстінен барлық жерге жететіндей етіп құйып шығамыз. Сонымен біздің дубайский чизкейгіміз дайын. Әбден қатқанша холодильникте ұстаңыздар. Сол кезде өте әдемі қытырлап, творожный сырларыңыз ағып кетпей, әдемі чизкейк шығады. Бұлайынша чизкейктің өзі де ерекше дәмі бар. Ал бұл жерде кадаифи және молочный шоколад қосқаннан кейін басқаша ерекше дәм береді. Міндетті түрде бір рет жасап көруге кеңес беремін барлықтарыңызға. Сатылымға шығарсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз жесеңіздер де болады. Қалауларыңызға қарай кусоктарға бөліп те сатуға болады, егер қымбатқа алмайды десеңіздер. Дәл осылай жасап шығасыздар. Барлығы көріп тұрғандарыңыздай жақсы жасалды. Менде сол мастер-класстағы рецепт бойынша жасадым. Сіздерге де сол рецепті қалдырамын, жасап көріңіздер. Менің YouTube каналымда басқа да видеолар бар. Қандай трендке видео шықса, соның барлығын мастер-классын алып, мен осы YouTube каналыма жүктедім. Дубайский шоколад, банка жабудың қазіргі сезонында әртүрлі банка, салаттардың жабылу жолы барлығы бар. Сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Және маған подписка жасауды ұмытпаңыздар. Мінекей толықтай пісіп дайын болған біздің чизкейгіміздің түрі осындай биік, әдемі болып шығады. Мен осылай сары және жасыл қылып әсемдедім шоколадпен. Ортасын кескен кезде қытырлап, әдемі кесіледі. Толықтай пісіп, өзінің формасын ұстап шықты. Мен осылай жарты бөлігін сатылымға шығардым. Жаңа видеоның басында көрсеткендей, арнайы ыдыстарға салып сатылымға шығардым. Дәмі деген өте керемет болған. Сатып алған жандардың барлығы өте керемет отзывтар қалдырды. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.